Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қысқа сақталатын огурцы мен помидордың жабылу жолымен көрсетемін. Ешқандай атылмайды, менің рецептіммен жасап көріңіздер. Барлық заттарды жуып, кесіп, дайындап аламыз. Банкілеріміз алдын ала стерилденген. Банкымызды алып, хрен укропымызды салып, ары қарай чесногымызды саламыз. 3-4 бір ащы бұрышымызды саламыз. Егер ащы болған қаламасаңыз, ащы бұрыш салмауға да болады. Тәтті бұрыштан, осылай қызылынан, көбінен жарты-жартыдан салдым. Сәлден беріп тұру үшін лавровый лист 2-3 штук, қара бұршақ дейді ғой, сондай саламыз. Тұз ештеңке салмаймыз пока. Барлығын осылай дайындап аламыз. Енді огурцыларымызды тығыздап саламыз. Осылай тығыздап салғаннан кейін біз үстіне тоз ештеңке салмай тұрып, ыстық су құямыз қайнап тұрған. Солай мен 3 мәрте жасаймын, 4-шісінде ғана жабамын. Себебі қазір огурцылар көп атылатын болады, сондықтан суын 3 рет ауыстырамын. Қазір бір су құйып аламын. Ол кішкене суығаннан кейін оны төгіп тастаймын да, қайтадан басқа ыстық су құямын. Солай 3 рет жасаймын. Помидорымызды да тура солай. Бірақ помидорды қолымызбен огурцыйды басқандай басуға болмайды. Сәл ғана басасыздар. Себебі помидорымыз езіліп кетеді. Помидорға мен бір рет төгіп, екіншісінде жауып тастадым. Мұнда огурцыйымыз кішкене капризнылы болып келеді, сондықтан суын ауыстыруға тура келеді. Осылай барлығын салып, дайындап болғаннан кейін суымызды құйып шығамыз. Енді жабатын кезде 2 литрлікке 2 аспирин, 2 қасық тұз саламыз. 2 ас қасық тұз саламыз. Сөйтіп жаба береміз. Помидорға да солай, бірақ 3 литрлік болса 3 аспирин, 3 қасық тұз саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай 2 қасық толтырмай тұз салдым, 2 аспирин салдым. Барлық банкымыз дайындап алғаннан кейін барып қана суымызды құямыз. Осылай жабамыз ары қарай. Міне біздің помидорымыз дайын. Бірінші суын төгіп тастадым, екіншісінде жауып тастадым. Ал огурцыйды 3 рет төктім, суын 4-шісінде ғана мен тұзын салдым. Бұған да 2 ас қасық тұз және 2 аспирин. Өйткені менде 2 литрлік банкілер. Ысық суын құямын.
мынау қарап отырсаңыздар, менің 4-ші суымды ауыстырған кезде ғана жапқаным. Осымен біздің огурцилеріміз дайын болды. Ешқандай атылмайды. Қорқпай осы рецептпен жасасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.